Мейда сүресі. Рахман әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уай иман келтіргендер! Алламен немесе адамдармен жасаған келісімдерінің шарттарын толық орындаңдар. Өздеріне харам екендігі айтылған немесе айтылатындардан өзге түйе, сиыр, қой, ешкі сынды түліктердің еті адал етілді. Бұған қоса, ихрамға кіргендерінде сендерге аң аулау адал емес, алайда басқа біреудің аулағанын жесеңдер болады. Шүбәсіз Алла қалауына қарай үкім шығарады. Уай иман келтіргендер! Алланың қасиетті еткен жұма және айт намаздары, құрбандық, азан, жамағатпен оқылатын намаз, қажылық һәм оның рәсімдері сынды исламның рәміздеріне айналған нышандарын, соғысуға тыйым салынған қасиетті айларды, қажылық маусымында қағбаға тарту етілген құрбандықтарды һәм ең салынып белгі тағылған құрбандық малдарды, сондай-ақ Раббыларының шексіз шарапаты мен разылығына бөленуді қалап, Бейтул Харамға қағбаға бет алған қажыларды қорлаушы болмаңдар. Ихрамнан һәм қасиетті аймақтан шыққаннан кейін қаласандар саятшылық құрыңдар. Кезінде харам мешітін зиярат етулеріңе кедергі жасап, жолдарында бөгеген қауымға деген өшпенділіктерін қасиетті мекенде һәм қасиетті айда оларға қастық жасап, күнәға батуларына сеп болмасын. Өздерінде Аллаға жақындататын иман, садақа, намаз, сабыр сақтау сынды ізгі істерде, сондай-ақ тақуа болу мәселесінде бір-біріңе жәрдемдесіңдер. Ал күнәлі істерде һәм дұшпандық жасап, шектен шығуда біріне бірін болыспаңдар. Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз Алланың жазасы тым қатты. Сендерге арам өлген мал, қан, доңыз еті және Алладан басқаның атынан сойылған малдың еті харам етілді. Сондай-ақ жаны шықпай жатып, шариғатқа сай бауыздап үлгергендеріңді қоспағанда, буынып соққы жеп, биіктен құлап, сүзіліп, немесе жыртқыш аңға таланып өлген малдың еті һәм пұттардың алдында сойылған және жебемен яки басқа нәрсемен бал ашып, немесе құмар ойындарын ойнап тапқан малдың еті мен басқа да азық түрлері харам етілді. Міне, осыларды жеу Аллаға бағынбауды білдіреді. Бүгінгі таңда кәпірлер діндерінен күдерін үзді, яғни исламның тамыр жайып күшеюіне бөгесін бола алмайтындығына көздері анық жетті. Ендеше олардан қорықпаңдар, менен қорқып, менен ғана именіңдер. Міне бүгін діндеріңді кемеліне жеткіздім, сендерге деген нығметімді тамамдадым және сендер үшін дін ретінде исламды таңдадым. Кім күнәға әуестігінен емес, қатты ашыққаннан харам етілген нәрселерді жеуге мәжбүр болса, шүбәсіз Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Олар сенен азық түрлерінен ненің адал екенін сұрайды. Оларға былай деп айт: сендерге таза әрі денсаулыққа зиянсыз азық атаулының бәрі адал етілді. Алланың өздеріне үйреткені бойынша аң аулауға баулыған жануарларының өздеріне ұстап әкелгендерін жеңдер. Оларды аңға салғандарында бисмилля деп Алланың атымен атаңдар. Алладан қорқыңдар, яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла жауапқа өте жылдам тартушы. Бүгін сендерге таза әрі денсаулыққа зиянсыз нәрселер адал етілді. Сондай-ақ сендерге кітап иелерінің таза әрі денсаулыққа зиянсыз тағамдары мен Алладан өзгенің атын атамай сойған малдары да адал. Сендердің адал астарың да оларға адал. Сонымен қатар
нәпсі құмарлыққа бой алдырмай, ар тазалығын сақтайтын, әрі ешкімен ашына жай болмайтын ерлер ретінде тиісті мәһірлерін беріп некелесетін болсаңдар, арлы да адал мүмін әйелдер һәм өздерінен бұрын Алладан иләһи кітап алғандардың арасындағы арлы да адал әйелдер сендерге адал. Кімде-кім иманды жоққа шығарып, яғни исламның үкімдерін теріске шығарып, күпірлік қылса, істеген бүкіл істері зая кетеді және ақыретте зиян шегушілердің қатарында болады. Уа мүміндер, намазға тұрар алдында беттеріңді жуыңдар, қолдарыңды шынтаққа дейін, яғни шынтақты қоса жуыңдар, бастарыңа мәсік тартыңдар және аяқтарыңды тобыққа дейін, яғни тобықты қоса жуыңдар. Егер бой дәреттерін бұзылса, бастан аяқ жуынып бой дәрет алыңдар. Ал егер науқас немесе жолаушы болсаңдар, яки үлкен дәретке отырып келгеннен не әйелмен қосылғаннан кейін жуынатын су таба алмасаңдар, таза топыраққа таямум соғып, яғни алақандарында таза топыраққа соғып, беттеріңді және қолдарыңды шынтаққа дейін сипаңдар. Алла сендерге ауыртпалық артқысы келмейді, керісінше шүкіршілік етерсіңдер деп сендерді тәндік һәм рухани кірлерден тазартуды және өздеріңе берер нығметін тамамдауды, хақ дінді бүге-шүгесіне дейін баяндап толық түсіруді қалайды. Алланың өздеріне нәсіп еткен нығметін және естідік һәм мойынсұндық әміріңе құлдық дегендерінде өздерінен алған уәдені һәм сол арқылы мойындарыңа артқан міндеттерін естеріңе алыңдар. Алладан қорқыңдар, яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер һәм оған қарсы келіп асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла пенделерінің көкірегіндегі бар сырды біледі. Уа иман келтіргендер, Алла үшін қолдарынан келгенше турашыл, куәлікке жүргенде қара қылды қақ жарған әділ болыңдар. Қайсы бір қауымға деген өшпенділіктерін немесе олардың сендерге деген өшпенділігі сендерді әділетсіздік жасауға итермелемесін. Әрдайым әділ болыңдар. Біле білсеңдер, тақуалыққа ең жақыны, ең лайығы міне сол. Алладан қорқыңдар, яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла не істеп, не қуып жүргендерін толық хабардар. Алла иман келтіріп, игілікті істер істегендерге кешірім жасауды һәм үлкен сый-сияпатқа зор сауапқа бөлеуді уәде етті. Ал иман келтірудің орнына күпірлік қылып, болмыстағы һәм өз бойларындағы ақиқаттың айғағы болған дәлелдеріміз бен кітаптағы аяттарымызға сенбегендерге келсек, міне солар тозақтықтар. Уа иман келтіргендер, Алланың өздеріңе нәсіп еткен нығметін естеріңе алыңдар. Кезінде әлде бір қауым сендерге қол салып, бәрінді қырып тастамақшы болғанда, Алла олардың қолын қағып тастап, сендерге тегізбеген еді. Ендеше Алладан қорқыңдар, яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп асы болудан барынша сақтаныңдар. Шынайы мүміндер бір Аллаға арқа сүйеп тәуекел етсін. Расында Алла Исраил ұрпақтарынан берік уәде алған еді. Біз олардың арасынан 12 рудың әрқайсынан біреуден 12 өкіл тағайындаған едік. Сонда Алла оларға былай деді: шүбәсіз мен сендермен біргемін. Егер сендер намазда кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқысандар, зекетті толық берсеңдер, пайғамбарларыма иман келтіріп, қолдау көрсетсеңдер және мал пұлдарында Алла жолында жұмсау арқылы Аллаға жақсы қарыз берсеңдер, онда күнә қателіктерді сөзсіз кешіремін. Һәм міндетті түрде жайқалған жасыл баулардың арасынан зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземін. Ал енді бұдан кейін араларынан кімде-кім алғыс айтудың орнына күпірлік қылса, шүбәсіз тура жолдан адасқаны болады. Міне, содан кейін оларды уәделерін бұзғаны үшін рақымымыздан аластап, лағнеттедік, әрі тас жүректі қылдық.
Олар үнемі қасиетті кітаптағы сөздердің орнын өзгертіп бұрмалайды. Сондай-ақ өздеріне айтылған уағыз насихаттың көбін елемей ұмыт қалдырды. Олардың бірен сараны болмаса, көпшілігінің үнемі опасыздық жасағанын көресің. Сонда да оларды кеш теріс қылықтарын көңіліне алма. Шүбәсіз Алла жақсылық жасаудан танбайтын ізгі жандарды жақсы көреді. Сондай-ақ біз христианбыз дейтіндерден де берік уәде алған едік. Алайда олар да өздеріне айтылған уағыз насихаттың маңызды бөлігін елемей, сол күйі үміт қалдырды. Міне сондықтан біз олардың арасына қиямет күніне дейін жалғасын табатын дұшпандық пен өшпенділік сезімін салдық. Алдағы уақытта Алла оларды не істеп, не қойғандарынан хабардар етеді. Яғни істеген жат қылықтары мен жамандықтарын беттеріне басады. Уа кітап иелері, расында сендерге кітаптан, Тәурат пен Інжілден осы күнге дейін жасырып келген нәрселердің көбін өздеріне ашық баяндайтын һәм сол жасырған нәрселерінің көбін беттеріне баспай, кешіріммен қарайтын елшіміз келді. Расында сендерге Алладан ой саналарыңды, жүректеріңді һәм бар жолдарыңды шуаққа бөлейтін нұр, пайғамбар мен өзі қандай ашық айқын болса, ақиқатты да дәл солай ашық айқын баяндайтын кітап Құран келді. Алла сол нұр мен кітап арқылы өзінің разылығына бөленуді қалап, соған сай әрекет ететіндерді жан тыныштығына, есендікке һәм мақсат мұраттарына жеткізетін жолдарға салады. Оларды өз қалауы һәм шексіз шарапатымен тас қараңғы түнектерден жарық нұрға шығарады және тура жолға салады. Шүбәсіз Мариям ұлы Иса Мәсіх Алла дейтіндер сөзсіз күпірлік қылды. Ендеше оларға, егер Алла Мариям ұлы Иса Мәсіхті, оның анасын және жердегі жаратылыс біткенін бәрін құртып, жоқ қылуды қаласа, оған кім қарсы тұра алады деп айт. Шынтуайтында күллі аспан әлемі мен жердің һәм сол екеуінің арасындағы жаратылыс атаулының билігі бір Аллаға ғана тиесілі. Ол қалағанын жаратады. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді.